Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге зейін онлайн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз глобус, географиялық тор және меридиан параллель. Жалпы меридиан және параллель деген нені білдіреді? Қазір мен көрсетемін. Меридиан деп ол екі полюсті қосатын сызықтарды атаймыз. Міне бізде меридиандар мынау сол жақтағы суретте көрсетілген. Міне бізде меридиандар, яғни солтүстік полюсті және оңтүстік полюсті қосатын сызықтар. Ал параллель дегеніміз не? Параллель ол экватор сызығына параллель жүргізілген сызықтарды біз экватор, кешіріңіздер, параллель сызығы деп атаймыз. Ол бізге не үшін керек? Жалпы жер шарының кез келген нүктенің орны, оны біз географиялық координаталармен белгілейміз. Яғни географиялық координата бізде болу үшін, мәселен алайық, біз қаланың ішіндеміз, бізде көшелердің атауы бар, үйлердің атауы бар, номерленген барлығы біз біле аламыз. Ал біз ашық далаға шыққан кезде, жолсыз жерде, планетаның көп бөлігінде, мысалы, барлық жерінде қалалар жоқ қой. Ол жерде, мысалы, мен айтайын, мен мына жерде тұрмын деп. Мен қалай көрсем, Гималай тауының оңтүстігінде деп көрсем ба, немесе Африканың солтүстігінде деп көрсем, мен мысалы өте үлкен аймақ болып кетеді. Ал мен өзімнің тұрған жерімді дәл және тура көрсету үшін біз пайдаланамыз осы географиялық координаталарды. Латын тіліне аударғанда ко-1-ге ординатус реттелген, яғни жер шарын осы реттеу үшін, планды реттеу үшін, картаны реттеу үшін бізге географиялық координаталар беріледі. Географиялық координаталар тұрады ендік және бойлықтан тұрады. Қазір мен көрсетем ендік және бойлық. Географиялық ендік дегеніміз ол жаңағы біздің параллель. Нүктенің экватор сызығынан градус есебімен, міне мысалы экватор сызығынан градус есебімен алынған қашықтығын біз атаймыз географиялық ендік деп. Ендік экватордан, міне экватордан полюстерге қарай 0-ден 90 градус аралығында есептеледі. Экватордан солтүстік полюске қарай біз мына жердің барлығын атаймыз солтүстік ендік деп, ал экватордан оңтүстікке қарай полюстерге дейін біз атаймыз оңтүстік ендік деп. Шатастырмау керек. Мысалы, алайық 30 градус оңтүстік ендік десе, бар бізде 2-30 градус. Міне мына жер бар, және мына жер. Егер оңтүстік ендік десе, біз онда міне мынау оңтүстік жартышардағы алайық Африка территориясын, Бразилия территориясын аламыз, міне ол. Ал егер экватордан солтүстікке қарай, яғни 30 градус солтүстік ендік деп атаса, онда біз мына жерді атаймыз. Сосын тағы бір айта кететін жайт, мынау ендік немесе параллельдің ұзындығы экватордан алыстаған сайын полюстерге қарай оның ұзындығы қысқара береді. Мысалы, мынау 90-80 градус параллельдің осындай ұзындығы тек міне осыны құрайды. Мысалы, мынау 70, одан сәл ұзынырақ болады. Және сұрақ келсе, ең ұзын параллель деп біз жауап береміз, ол экватор сызығы деп. Келесі нәрсе ол географиялық бойлық. Географиялық бойлық ол жер бетіндегі нүктенің бастапқы меридианнан градус есебімен алынған қашықтығы аталады географиялық бойлық деп. Енді бар нөлдік меридиан деген нәрсе бар. Бағана біз мысалы нөлдік ендік немесе мынаны өттік қой, міне экватор сызығы, экватор сызығы, яғни бөліп тұрады солтүстік ендікке және оңтүстік ендікке. Бойлықта да дәл солай, бірақ оны бөліп тұрады мынау нөлдік меридиан немесе аталады Гринвич меридианы. Олай аталады себебі бұл Лондон қаласына Гринвич обсерваториясы арқылы өтеді бұл меридиан. Міне бойлық Гринвич меридианнан батысқа батыс бойлық және шығысқа қарай шығыс бойлық болып 0-ден 180 градус аралығында есептеледі. Гринвич обсерваториясын басып өтетін меридиан халықаралық келісім бойынша шартты түрде бастапқы меридиан ретінде қалыптасқан деп айтсақ болады. Енді мына картаға салып көрейік және географиялық координатаны анықтап көрейік. Мынау бізде, менікі енді сәл қисық болады, мынау бізде нөлдік меридиан. Мынау бізде экватор. Так, сәл қисық кетті. Бұлай болу керек.
Мынау бізде экватор. Так, басынан салайық. Тым қисық кетіп қалды бізде. Міне мынау бізде нөлдік меридиан және экватор айтады. Мысалы, былай қарай енді аталады мына бөлік шығыс бойлық деп аталады. Былай қарай ол аталады батыс бойлық. Мынаның барлығы аталады солтүстік ендік, ал мынаның барлығы аталады оңтүстік ендік деп. Мысалы айтады, менің географиялық координатам дейді. Оны кейінірек береді, мысалы, мына жерде. Мысалы, менің географиялық координатам, немесе Испания қандай географиялық координаталарда орналасқан. Міне, ол 40 градус солтүстік ендікте орналасқан. Міне ол 40 градус солтүстік ендік. Және алайық міне нөлдік, мысалы, 3 градус батыс бойлық. Себебі нөлдік меридиан ол міне мынау арқылы өтіп жатыр. Сондықтан ол болады батыс бойлық. Оны кейінірек есептерде түсіндірем. Қазір басына теорияны біліп алу өте маңызды. Келесі нәрсе ол картографиялық проекция. Жалпы глобус ол жердің нақты және дәл көшірмесі. Бірақ глобустан біз картаға жағы суреттерді, немесе кәдімгі жергілікті картаға біз оларды түсіру керекпіз. Және түсіру кезінде бізде сондай қателіктер пайда болады, немесе бұрмаланулар пайда болады. Қазір мен көрсетем. Мысалы, мынау Ресей алып жатыр 17 миллион километр квадрат, бірақ ол картада тым үлкен беріліп қойған. Ол қалай және неліктен туындайды? Мысалы, оның шын егер қоятын болсақ, ол тек міне осындай жерді ғана алып жатыр. Ал мына жерде қарасаңыздар, ол шын өзінің алып жатқан аумағынан 2 немесе 3 есе көп болып тұр. Ол неден туындайды? Ол туындайды осындай картографиялық проекция. Яғни біз глобустан алу керекпіз, осындай суреттерді түсіру үшін біз сурет алу керекпіз. Мынау аталады цилиндрлік проекция, мынау аталады конустық проекция, мынау аталады полюстік проекция деп. Түсіндірем. Цилиндрлік проекцияда біз осындай глобусты осылай цилиндрдің ішіне қоямыз, және барлық ендіктер бізде бір-біріне тең болады. Яғни бұл жерде ең сондай жанасып тұрған экватор маңы жақсы түседі картаға, ал полюстер дұрыс түспейді. Конустық проекцияда мынау қоңыржай ендіктер жақсы түседі картаға, ал полюстер және экватор маңы дұрыс түспей қалады. Мынау полюстік проекцияда ол жақсы түседі, мынау кешіріңіздер, қоңыржай ендіктер және полюстер, ал ары қарай экватор, тағы басқа оңтүстігі жарты шар, ол дұрыс түспейді. Яғни картаны, сондай бір идеалды ең дұрыс картаны біз жасай алмаймыз. Біз картаны жасау үшін глобустан көшіреміз, және глобустан көшіргенде сондай бір белгілі бір қателіктер пайда болады. Градус торы деген нәрсе бар. Ол міне градус торы ол меридиандар мен параллель сызықтарының қиылысынан пайда болатын торды біз градус торы деп атаймыз. Енді карталар бөлінеді мазмұнына қарай және масштабына қарай. Масштабына қарай олар бөлінеді ірі масштабты, орта масштабты және ұсақ масштабты. Ірі масштабты ол бір бөлу немесе ұсағынан орта масштабты. Орта масштаб ол 1 бөлу 200-нан және 1 бөлу 1 миллионның арасы. Яғни осы екі санның ортасында кездессе, онда біз атаймыз оны орта масштаб деп. Ал ұсақ масштаб ол 1 бөлу миллионнан кішірек масштабтар, яғни ұсағырақ масштабтар 1 бөлу 5 миллион, 1 бөлу 10 миллион, 50 миллион. Керісінше ірі масштабты дегеніміз 1 бөлу 100 мыңнан кішірек болады, яғни 1 бөлу 50 мың, 1 бөлу 10 мың, 1 бөлу 20 мың, 25 мың секілді. Мынау байқасаңыздар, масштаб ірі болған сайын, масштабтағы немесе сан, мысалы жаңа айттық, 1 бөлу миллионнан үлкен деп. Яғни 1 бөлу миллионнан үлкен сандар болған сайын, ол керісінше ұсақ бола береді. Ал сан неғұрлым бірден кейінгі сан кіші болған сайын, ол карта бола береді ірі.
Мына жерде көрсетілген сағаттық белдеулер картасы. Міне, мынау біздің сағаттық белдеулер картасы. Мысалы, ол не үшін керек? Ол бізге керек, бұрын адамдар мынау айтайық, индустриалдық кезеңге дейін адамдар сағат, жалпы қандай бізде сағаттар болды, қалай біз уақытты өлшедік? Негізінен көпшілік халықтар уақытты күннің бойымен өлшеді. Мысалы, әлі күнге дейін күн тал түстеп тұр, күн 5-ге жақындады дегендей түрлі бізде сондай сөздер қалып кеткен. Ол енді сағаттар болмаған, онымен біз пайдаланбағанбыз, жалпы әлем халық пайдаланбаған. Ал қазір кезде біз әлемді, жалпы бүкіл әлем индустрияландыру кезіне өткеннен кейін жалпы бәріне бірдей сағат керек болды. Ол қай жерде басталды? Ол басталды Ұлыбританияда. Себебі Ұлыбританияда ең алғашқы екі қаланың араларында жаңағы пойыздар жүре бастады. Ол кезде әр қаланың өзінің жергілікті уақыт бар еді. Сонда пойыздар біртіндеп бір-бірінен кешіге бастады, яғни басқа бір алайық Бирмингем қаласынан уақытылы шықса, ал Манчестер қаласында басқа уақыт, яғни ол кешігіп келген. Сонда уақытты бұл жерде барлығына бірдей келтіру керек болды. Және ол проблемамен қалай айналысты? Ол проблемамен жалпы жер шарын 360 градус бізде бойлық бар, 180 градус шығыс бойлық, 180 градус батыс бойлық. Жалпы жер шарын біз 360 градус дедік, және оны 24 сағаттық белдеуге бөлдік. 24 сағаттық белдеу. Сонда әр 15 градус бойлық сайын бізде 1 сағаттық белдеу ауысып отырады. Және естеріңізде болсын, сағаттық белдеу 1-ден емес 0-ден басталады. Яғни бар 0-ші сағаттық белдеу деген бар. Міне ол мына жер арқылы өтеді, 0-ші сағаттық белдеу. Содан кейін 15 градус біз шығысқа жылжыдық. Бізге қосылды бір, мысалы айтайық, мына жерде сағат 12:00 дейік, 12:00. Мына жерге біз өтсек қосылады, ол жерде плюс 1 сағат, яғни 13:00 болып қосылады. Келесі 14:00, одан кейін қосылады 15:00, арқарай 16:00, 17:00, арқарай 18:00 деп кете береді. Енді да осыған байланысты келетін сұрақ бар. Даталар ауысу сызығы қай жерде орналасқан деп. Даталар ауысу сызығы орналасқан 180 градус шығыс бойлықта, яғни мына жерде орналасқан. Неге ол аталады даталар ауысу сызығы деп? Олар дата ауысу сызығы деп аталады. Мысалы айтайық, мына жер 18, 19, түнгі сағат мына жерде айтайық 23:00 болды. Ал мына жерде басталды түнгі сағат 12. Түнгі сағат 12-ден кейін бізде келесі күн басталады. Сондықтан ол аталады даталар ауысу сызығы деп. Енді да бұған байланысты қандай есептер келеді? Мысалы айтады, Алматы қаласы 76 градус шығыс бойлықта орналасқан, Лондон қаласы 0-ші сағаттық белдеуде орналасқан, Алматы қаласында сағат уақыт қанша дейді. Бізге бұл жерде керек бір ғана білу керек нәрсе, ол әр 15 градус сайын 1 сағат, яғни 15 градус шығысқа жылжыған сайын 1 сағат біз қосамыз. Ал мысалы мынаған назар аударсақ, -1 деп тұр. Бұл жерде уақыт болады 11:00 болады. Мына жерде 10:00 болады. Мысалы мына жерде 9, таңғы, мына жерде 8 дегендей. Яғни батысқа барған сайын біз 1 сағат азайтамыз, ал шығысқа жылжыған сайын біз 1 сағат қосып отырамыз. Енді жаңағы есеп. Алматы қаласы 76 градус шығыс бойлықта орналасқан, Лондон қаласының сағат түскі 12 болса, Алматы қаласында уақыт табыңыз. Қалай істейміз? Шығыс бойлық дегенді аламыз. Лондон қаласында сағат 12:00. 76 градус шығыс бойлықты, 76-ны біз бөлеміз 15-ке. Болады 5 және қалған қалдықтарға. Бізге керек тек қана бүтін сан. Сол бүтін санды 12-ге қосамыз. 12 плюс 5 тең 17:00. Яғни Алматы қаласында болды сағат түскі 5. Немесе кейде береді батыс бойлық. Мысалы, алайық 90 градус батыс бойлықта орналасқан, мына жерде орналасқан, алайық, например, Чикаго қаласына, Чикаго қаласы 90 градус батыс бойлықта тұр екен.
егер Лондонда сағат түскі 12 болса, онда Чикаго қаласында қандай уақыт дейді. Қалай орындаймыз? Ол үшін сол баяғы 90-ды 15-ке бөлеміз, болады бізде 6. Және 12:00-ден, Лондонда 12:00 түскі, 12:00-ден азайтамыз 5-ті, болады сағат 7. Не үшін азайттық? Себебі ол батыс бойлықта тұр. Егер батыс бойлық десе біз керісінше азайтамыз, ал шығыс бойлық десе біз керісінше қосамыз. Кейде сәл басқаша бізде есептер келеді. Қандай бізде есептер келеді? Кейде бірден береді. Мысалы, осыншамасын сағаттық, мысалы, 4-ші сағаттық белдеуде тұрған Орал қаласында сағат 16:00, немесе айтайық, Лондон қаласында сағат 16:00, 4-ші сағаттық белдеуде орналасқан Орал қаласында сағат қанша дейді. Қай сағаттық белдеуде тұр, біз соны қоса саламыз. Мысалы, жаңа айттық, Лондонда түскі 14:00, Оралда ол плюс 4-те тұрса, 14-ке біз 4-ті қосамыз. Сонда шығады бізде 18.